Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз мясо по-тайски салатын дайындайтын боламыз. Өте әдемі, өте тәтті, дәмі де керемет болып шығатын болады. Бір жасағаннан құрамы да өте жеңіл, оңай және жылдам жасалады. Бізге ол үшін үкіштен өткізілген сәбіз, тәтті бұрыш, ұзыншалап туралған қияр және піскен ет, күнжіт, соевой соус қажет болады. Алдымен сұйық майымызда қызып тұрған сарымсағымызды, пиязымызды турап салып, аздап сарғыш түске боялып, жұмсарғанға дейін салып қуырып аламыз, және етімізді де салып қызарғанға дейін жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. Езіліп кететіндей етіп, астын жай басып қойып олай етпейміз. Қатты отта осылай қызарғанға дейін, пиязымыз жұмсарғанға дейін қуырып алатын боламыз. Енді осының үстінен жаңағы қызыл тәтті бұрышымызды салып, жақсылап тұрып араластырып қуырып аламыз. Бұрышымызды да қатты піскенге дейін емес, жұмсарғанға дейін табада ұстайтын боламыз. Аз ғана қуырылғаннан кейін бір ас қасық соя тұздығын үстінен құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Міне достар, өздеріңіз көріп отырғандай әдемі болып қуырылып жатыр. Енді бұрышымыз жұмсарғанға дейін жақсылап қуырамыз да, отын өшіріп, салатымызды әрі қарай жасайтын салатымызға салып аламыз. Міне осы енді қуырылған етіміз бен бұрышымыздың үстінен үкіштен өткізілген сәбізімізді және ұзыншалап алдын ала турап алған қиярымызды саламыз. Және мен жуа пиязды, аскөк деп жатамыз ғой, жуа пиязымызды жуып алдын ала турап үстінен салдым. Өзіңіз қалағандай етіп, жуа немесе кинза, немесе петрушка болсын, басқа түрін қолданып салсаңыздар болады. Және қызыл бұрыш пен тұзды қосып, үстінен бір ас қасық сұйық май құйып, жақсылап араластырып, ыдысқа салып, ары қарай дастарханға бере берсеңіздер болады. Бұл салат өте тойымды, дәмі де өте тіл үйіретін, әсіресе қыстың кезінде қонақтарға да, дастарханға да бір тәбетіңізді ашатын, өзіндік бір дәмі мен керемет салат болып шығатын болады. Ыссы тамақпен, ет тағамдарымен бірге қойсаңыз, керемет жегілетін салат болып шығады. Міне түрі де өте әдемі, дастарханыңызды ашып тұратын салат дайын болды. Сізге пайдалы болып ұнаған болса, лайк басып, коммент қалдырып, арнама тіркеле кетіңіздер.